Саламатсыздар ма балалар? Кезекті сабағымызды бастаймыз. Бүгінгі тақырыбымыз сөз әлеміне саяхат. Олай болса, оқулығымыздағы 122-ші бетке назар аударайық. Балалар, біз қазақ тілінде бір сөздің бірнеше мағына беретіндігін білеміз. Ендеше бізге берілген аяз сөзіне тағы қандай мағыналар барын байқап көрелік. Төменде берілген мағыналарымен танысып оқып көр. Жарайды балалар, ендеше тапсырмаларға назар аударайық. Төменде берілген қосымшаларға сәйкес түбір сөздер тауып сөйлем құрастыру керек. Келесі тапсырмаға назар аударайық. Өлеңді қатесіз көшіріп жаз. Қарамен берілген сөздерді сөз құрамына аталды. Балалар, берілген сызба бойынша сөйлем құрап жазып көріңдер. Берілген сөздерге дыбыстық талдау жаса. Жақсы балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.